Күршім ауданындағы, Күршім ауылындағы ең өзекті мәселелердің бірі ол жылу мәселесі. Енді мысал ретінде айтайын, бізде 36 көп қабатты үй болса, соның 3-інде ғана орталықтандырылған жылу бар. Яғни қалған 33-інде адамдар үйлерінде 3-ші қабатта болсын, я өзінің пешімен, я болмаса электр тоғымен жылытылып отыр. Енді түсінсеңіздер, пеш болғанда ол 3-ші қабатқа көмір көтереді, оның азабы бар. Тоқ болса айына 40-50 мыңнан шығады, ол да қиындық тудырады. Сондықтан осы мәселемен айналыстық. Ол үшін осы аурухананың мынау жылу қазандығы болған, тек ауруханаға жұмыс істейтін болған, соны өз теңгерімізге алдық. Өткен жылы мына 3 котелді қойдық. Енді бұл действительно айтқан кезде примитивно, но эффективно. Біз тек алып осы 3 жылу қазандығын қойып, осының арқасында көріп тұрған 3-ші мектепке жылу тарттық. Бұл жақта ПМК-да садигіміз бар, балабақшамызда соған тарттық. Және осы бағытта жылуды жібердік. Бүгінгі күнге 2 көп қабатты үйге ғана бердік, бірақ бұл жұмыс биыл жалғасатын болады. Биылғы жылы 5 январдан бастап осы 2 үй қосылды. Енді 30 жылдай жылу болмаған бұл үйде. Бәрі от жағып, көмір тасып деген сияқты. Қазір міне ешқандай ақаусыз, түпсіз жақсы жағып шықты осы жыл, бірінші жыл. Үйдегі температура орташа 24-26-ға барып тұр.